Мен Конев Кеңес Есенгалиевич 1987 жылғымын. Осы Қоларбада отырғаныма 14 жыл болды. Басында дейтін 3 жыл постельный жаттым, қозғалмай. 6 жылға дейін енді бір маманның көмегімен жүрдім. Коляска айдай алмайтын болдым былай. Кеңес енді бізге 2015 жылы келді. Ол кезде ол банағы арбасымен әрең жүретін еді, жай, сосын бос, өзі жуас, сондай бала болды ғой. Шүкір осы тенниске келіп, қозғалыс күшті, аяқтар жаным келіп, чувство бар ғой аяқтарда бәді. Қабілеті жақсы бола бастады. Содан чемпионатқа бардық, Қазақстанның бірінші орын алды. 18-де Дубайға бардық, бүкіл әлемдік жарысқа. Одан Кеңес 3-ші орын алып, Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері деген атаққа ие болды. Былай айтқанда біздің екінші аяғымыз ғой. Біздің аяғымыздың орнын рөлін атқарады ғой. Үйде де бір ыңғайлы, былай айтқанда бір сөзім айтқанда жақсы. Өзін жеңілсең де, ертең ары қарай жеңуге тырысып не істеу, кішкене өмірге ұмтылыс не береді. Сол тенниске қарап, былай өмірде де сол ғой. Мысалы, жаттым жеп қалмау керек, алға қарай ұмтылу керек қой. Ерекше жандарға инсуси компаниясының өте көп пайдасы тиді деп ойлаймын. Бұл өмірлеріне бір үлкен сый. Рахмет сіздерге.